Музыка қойып қояйық. Осы Мархабат Сәбидің әндері әндеме? Ақындардың несін? Адам жоқ қазір. Бұл назарында музыка алып қойыпты. Сәкенді, қалайсың? Ассалам. Уағалейкум ассалам. Сен қатып атсың ғой? Үш. А? Үш. Кәс. Интернетіңді. Неше ойында? Шы. Болды ма, нормально ма? Қататқан жоқпын ба? Нормально. Адамдар жиналып алсын ба? Сен негізінде сәл камерадан басылып отырасың ау? Қой ма? Бетін ілей камераны кішкене алыстық қойып ба? Болды кәс. Болды, нормально шығар былай. Қалатын сияқты ғой. Ау? Алло. Нормально. Болды. Жұмыстасың ба? Дауыс естілмей қалды сенің дауысын. Алып тастай саласың ау? Ал, сағат ровно 10 болып жатыр. Пунктиалный дейсің ғой. Сәл ерте негізіне ерте кіріп отқамыз. Сәл ровно уақытында келеді екенсің да. Қалай, дауыс қатып атқан жоқпын ба? Нормально ма? Дауыс жақсы шығып отыр, маған жақсы естіліп отыр. Жұртқа естілсе болды. Естіліп атқандар несте, промейде отырғандар плюс қалдырып кетейікші, біз қатып атқан жоқпыз ба, дауысымыз қалай болып отыр? Яқта дауыс естіліп атса плюс қалдырайықшы, үшін қызық әңгіме болатын сияқты. Қызық әңгіме болатын сияқты. Мощный дайындалып атырың ба? Сен дайындықтарың сұмдық, соған қарағанда сен сұрақтарың да сұмдық сияқты. Сол үшін яқта отқандар дауыстар естіліп атыр ма, халқым, елім, жұртым? Бәрі жақсы дейді, плюс дейді, онда бастай берік. Жалпы форматты анықтап алайық, қазір басында ше, бір-біріміз түсінбей қалмас үшін. Мен сұрақ қоям, сен жауап бересің. Сұхбат форматында болады біздің эфир ше бүгін. Қанша уақытқа созылуы мүмкін?
Білмеймін, енді екеуміздің әңгімемізге байланысты мен өзім 1 сағат деп, ровно 1 сағат уақытымды арнағам эфирге. 1 сағат деп. Енді 1 сағатқа жетпеуі де мүмкін, сұрақтарымыз бітіп қалса, эфир тез уақытынан бұрын аяқталады. Көреміз енді. Амна, не, комментариялар маған көрінбей жатыр ештеңе, саған көрініп жатыр ма бәрі? Иә, көрініп жатыр. Окей, кеттік онда, бастай берейік, адам. Плюс қалдырып жатқандар, олардың бәрі саған көрініп жатыр ма, көрініп жатқан жоқ па? Жоқ, маған ештеңе көрініп жатқан жоқ, маған кіргендер ғана көріп жатыр. Иә, жазып сұрақ қойып отырғандарды арасында нормальный сұрақтар болса, қойып отырайын саған. Иә, әрине. Негізінде ана, Что там? андай среда күні неде дейді ғой, адамдардың иммунитеті түсіп, среда күні ше шаршау болады дейді, жалпы. Қалай бүгін? Шаршау бар ма, жоқ па? Бүгін ба? Бүгін бар. Менде де негізінде кішкене бар, бағана естіп қалдым, осы жаңалықты бағана бір жерден естіп қалдым да. Бүгін среда, сондай негізінде шаршау бар екен. Білмеймін, жалпы саят? Мен айта салайыншы. Мен енді андай, бізде енді 24-те 7 жұмыс істегеннен кейін андай, бізде мысалы ең жұрттың бәрі суббота воскресенье демалса, енді біздің жұмыста суббота воскресенье қызады да жұмыс. Ең жұмыс ауыр күндері ол суббота воскресенье да. Бірақ енді күнге особо қарамаймын, бірақ білмеймін, бірақ среда бүгін реально андай шаршап басталды күнше қиын. Аптаның ортасы ғой. Анау сен сұхбат беріп жатқаның бұл екіншісі ма? Мен өзімнің білуімше екінші арнайы сұхбат беріп жатқан. Анау қысқа сұхбаттардан. Біріншісі отырар, екіншісі енді. Кезінде өзіміз алған сұхбаттар бар. Қанша сұхбат алдық? Өзіміз біраз сұхбат алдық. Примерно 5-6 сұхбат алдық ау деймін. Қателеспесем 5-6 сұхбат алдық YouTube каналда. А так сұхбат беріп жатқаным екіншісі ғой. Бүгін осы мына прямой эфирді өзім өткізіп жатқан себебім 15 секундқа сторисқа саламыз, ойымызды айтамыз. Бірақ былайынан особо қатты кейбір ойлар айтылмай қалады да стористарда неде. Соны осы жерде прямой эфирде талқылап бір жақсы. Екеуміздің де ойымыз бар, неміз бар, пікіріміз бар, соны ашық талқыласақ дегендей ғой. Болады ғой? Қарсы емессің ба сұрақтарға? Давай. Ең бірінші сұрақ, айнаның алдына барғанда кімді көресің? Ол адам туралы өз ойын. Айнаның алдына барғанда молодой и успешный саятты көрем. Молодой и успешный. Андай ғой. Дәл қазіргі сәтпен болмаса да, болашақта одан да үлкен нәрселер күтемін да өмірден, жалпы. Көп нәрсеге жетуге болатынын білемін, сенемін. Сондықтан айнаның алдына барған кезде молодой и успешный саятты көрем. Ол мен ойлаймын, мен даже 50-де болсам да молодой болып көрінемін деп, и молодой боламын деп ше. Ол үшін не салыққа қарау керек болады енді, бірақ сонда да қаласы. Звондамай тұрмын. Жатыр ғой. Қатып жатыр. Болды, нормально. Маған звондап қалды маған. Все. Анау, осыдан артқа оралайықшы. Артта сен Арман стейін бірінші ашып жатқан кезде 6 ай бойы ерте тұрудан бастадым, ерте тұрдым деп атсын да. Өзінің бір әңгімелерінде айтқасын, сол жайында кішігірім айтып өтсен. 6 ай қалай болды ол, қиналдым ба, әлі? Білмеймін, бірақ тура сол бастаған кезіндегі 6 ай мен үшін ең андай пайдалы өткен 6 ай болды. Ең андай эффективный дейді ғой. Эффективный өткен 6 ай болды. Неге себебі бірден бір себептердің бірі ол азында ерте тұруым деп ойлаймын. Сол кезде мен сағат 6-7-ге дейін тұратын тұғым постоянно күніге. И күнделікті таңғы әдеттерімді жасайтын тұғым, таңғы әдеттерімді. Вот сол қатты көмегін тигізді деп ойлаймын негіз. Ол негіз андай ғой. Кеше бір не көрдім да, бір исследование өткізген екен. Исследование қарап шықтым. Мына миллионерлер бар ғой. Сол 500-ден астам миллионерді опрос жасап шығарған екен да. Миллионерлерден кезде соның сол жердегі 75% миллионерлер
ол ерте тұрады екен. Қатып отқан жоқ па? Звондап қойып отыр маған ше. Болды, нормально. Қандай да? 75% миллионерлердің бәрі азында ерте тұратын адамдар екен. Сағат 7-ге дейін, 7:30-ға дейін ұйқысынан оянады екен. Ал қалғандардың бәрі былай сағат 10-ға дейін оянады екен, где-то 15%. Сосын қалғандары там 10-нан кейін сол кезде білдің ба сонда? Сен сол ерте тұру керек екен. Енді успехқа жетудегі ең маңызды нәрсе деп айта алмаймын ол нәрсені ше. Бірақ ол өте маңызды нәрсе, ол ясный нәрсе ғой, ол андай ғой, логично ғой. Логично. Ерте тұрған еркектің бірі артық деген әңгіме бар ғой. Сонымен ақта просто. Шынымен, сен ерте тұрғанның зияны жоқ та, тек қана пайдасы бар, болды. Жақсы. Мынау мен екінші телефон бар, мен сұрақтарымды осы телефонға дайындабам, қарап отырам, оған саған ыңғайсыздық туғызбайды ғой. Жоқ, нормально. Осылай дұрыстап дайындалып шыққан әдемі да эфир негізінде. Қызық болу үшін. Екінші, адамның өзін дамыту үшін сенде айта бер. Сенде өз осылай ерте тұру мәселесі бойынша жалпы тұлғалық даму, жаңағы дисциплина дейді, тәртіп бойынша марафондар өткізетін бар емес пе, да? Иә, оны алдағы уақытта әлі де неде стористарда айтамыз. Адам ең бірінші өзін дамыту үшін ең бірінші неден бастау керек? Осы сұрақым. Өзін дамыту үшін ең бірінші андай ғой, негізі 5 этап бар ғой, кім айтпақшы? Ескендір мырза айтпақшы. 5 этап бар да, сол 5 этапқа келсем мен негізше. Ол 5 этап қалай ол? Бірінші этап ол адам өзі іздене бастайды, андай тұлғалық даму үшін жалпы өзі іздене бастайды, білім іздей бастайды да. Ол қалай? ютубтан көреді тегін информацияларды, интервьюлар қарай бастайды, қазақшасы бар, орысшасы бар. Одан бөлек инстаграмнан жаңағыдай успешный адамдарға подписаться етіп, олардың қалай тәртіп ұстанып жатқан, қалай өмір сүріп жатқанын көре бастайды. Гуглдан іздене бастайды, жалпы қалай ерте тұрудың маңыздылығы деген сияқты, немесе жаңағыдай кітап оқудың маңыздылығы сияқты. Сосын жайлап уже кішігірім кітаптар оқып бастайды. Ана тегін мероприятиялар болады, андай мастер-класстар тегін сондай бизнес-семинарлар, тегін андай орта мықты, вот сондайларға барып, сөйтіп қызығып бастайды. Ең бірінші этап осы деп ойлаймын. Екінші этап бар ол жерде. Екінші этап, ол жерде уже бағанадай, ол бағана көріп болғандықтан, енді уже ол курстарға қатыса бастайды. Одан кейін курстарын өткеннен кейін, үшінші этаптың өзінде кітап тұрады уже. Кітап үшінші этапта тұр да. Бұл дегеніміз, мен ойлаймын, кітапты мысалы басында да оқуға болады, проблема жоқ. Кітаппен оқып та дамуға болады, ол күшті. Но кітапты толыққанды түсіну қиын болады да адамның ше. Адам толыққанды кітапты түсіну үшін, кітаптағы бар информацияны применять ету үшін, өмірінде қолдана алу үшін, оған бағанағы этаптардан өту керек та негізі, в идеале. Осы үшінші этап кітап, одан кейін барып жаңағы коучингке жазылып, тренерлерге жалпы барып үйреніп, солардан сөйтіп істесе болады. Жалпы осылай кетеді деп ойлаймын. Оның бәрі бір өзінің бір миссиян болған кезде ғой, ана миссияны біліп, соның бәріне ұмтылған кезде, соны ең бірінші былай қойын деген, жалпы өмірлік миссияңды қалай анықтайсың ғой, ең бірінші ше. Өмірлік миссияңды, мен ойлаймын, мысалы, нәрсе ғой, адамда ең үлкен қателік, көп адамның қателігі. Бағанадай, типа мен өз-өзімді іздеп жүрмін, мен өз-өзімді табуым керек, мен миссиямды іздеп жүрмін деп жүріп қалады да. Ол мен дұрыс емес деп ойлаймын, ол ше. Ол мынандай нәрсе ғой. Сен өзің іздемейсің оны ше. Сен просто развиваться етесің, бағана этаптар айттым ғой. Сен ютубтан қарайсың, көресің, оқисың, білім аласың, гуглдан іздейсің, инстаграмнан қарайсың, сөйтіп жайлап курстарға посещать етіп, кітап оқып, сөйтіп сен бір әрекет бастайсың, білмеймін, любой нәрсе сат. Мысалы, мен енді бизнес бастауды оқыған кезде ең бірінші наушник сатқаннан да ше. Осында 5 теңгелік. Бизнеске қазір келеміз, қайтшы. Бизнеске. Жоқ, бизнесқа емес, просто мен айтқым келіп өмірлік миссия. Өмірлік миссияңды табу ол, типа, жатып алып іздеп таппайсың деп айтып жатырмын.
бірінші әрекет ет. Любой әрекет, любой нәрсе сатып или болмаса білмеймін. Любой нәрсе әшін просто бірдеңе істеп жүр да, бірдеңемен айналыс. Бір нормальный жұмысқа тұр, наверное, может быть, да. Сөйтіп жайлап өзі табас, өзі келеді миссияңшы. Мен мынау екен ғой, мен мына нәрсемен айналысқан жақсы көреді екенмін ғой дегенше. Оны типа іздеп жатып алу керек емес та, ойланып, қайсысы екен мен миссиям дегенше. Олай дұрыс емес. Адамда ол бар бойында, оны іздеудің қажеті жоқ, оны алып жасау керек. Өзіңді тұлғалық дамытатын болсаң, өзіңді тұлғалық дамытатын болсаң, окей, там курс, бизнес ештеңе емес. Әшейін тұлғалық өзіңді дамытатын болсаң, ол өзі келеді миссия. Миссияң, сенің предназначение дейді, сенің өмірлік жалпы нең, бағытың, өзің жақсы көретін икигайың, оның бәрі жолда келетін нәрсе. Сен просто әрекет ету керексің. Сен соның бәрін тапқансың ғой өзіңе? Мен мынандай ғой, мен айтамаймын то, что мен болдым, мен миссиям таптым. Өмірлік ұстанымың қандай сен? Өмірлік ұстаным мынандай. Мысалы, өмірлік ұстаным әр нәрсеге байланысты да. Мен үшін ең бағалы нәрсе ол свобода. Ол еркіндік. Еркін болу. Мысалы, еркіндік дегеніміз не? Ол жаңағыдай ешкімге бағынышты болмау, өз-өзіне жұмыс істеу, өзің қалаған уақытта ұйқыдан тұрып, уақытта ұйықтау, өзің қалаған киіміңді кию, қалаған еліңде болу, осының бәрі еркіндік та. Менің ең бағалайтын нәрсем өмірде еркіндік. Еркін болғым келеді. Оны еркіндіктің ішінде финансовая независимость деген бар да. Ол қаржылық сауаттылық, қаржылық тәуелсіздігім бар да. Мысалы ше, еркіндіктің ішінде ше, қаржылық тәуелсіз болғым келеді да. Ол да бар. Сен өзің жалқаусың ба, жалпы? Негізі, мен өзім жалқаумын деп есептеймін. Одан қалай арылу керек? Қашан айығасың? Негізі мынандай нәрсе. Қараңыз, мен айтатын едім, негізі өмірде ешкім жалқау емес. Негізі. Жалқаулық деген негізі сөз бар да, а так негізі жалқаулық жоқ. Просто жалқау боласың, қашан айтайын ба, сен андай үлкен мақсатың, миссияң болмаған кезде, бағанағыдай бір үлкен мақсатың болмаса, мен андай нәрсе істеймін, мен андай жаққа барам, типа мен андай нәрсе көп адамға көмектесем, или білмеймін, любой, мысалы мен бизнестен андай бір жетістікке жетемін, или болмаса өмірде осындай бір жетістікке жетемін деген сенде үлкен мақсат болмаса, сен жалқауланатын боласың. А так негізі жалқаулық жоқ. Жалқаулық дегеніміз андай нәрсе да, қара. Бізде адамда ми болады ғой, біздің мозг, мидың кері реакциясы қара. Жалқаулық деген андай, ми саған керек емес, өзіне қызық емес нәрселермен айналысқысы келмейді. Ми өзі сондай да, өзіне керек емес нәрселермен айналысқысы келмейді, мүлдем. Оған бәрібір, короче, қойшы деп ұйықтағысы келеді да. Өйткені ол істеп жатқан әрекетінен, жаңа адамның істеп жатқан әрекетінен бір күшті бір нәтиже көрмей тұрады да, күшті бір болашақ көрмей тұрады да. Оның не үшін істеп жатқанын өзі білмейді да, ми. Содан кейін жалқауланады. Ал сен анау конечный итог болатын болса, свет дейді ғой, ар жақта бір свет жанып тұру керек та, алыста ше, қараңғыда ше. Бір мынандай бір баратқан жерің болу керек та. Вот сондай бір миссияң, бір үлкен мақсатың болатын болса, сен жалқауланбайсың негізі. А так мен өзім жаман жалқаумын деп ойлаймын өзім. Қанша адам отыр бізде эфирда? 9, 7, 8 сондай әр кіріп шығып жатқандар бар. Саған көрінбей тұр ма? Маған ол да көрініп жатқан жоқ. Қанша адам отқаны жақсы. Саят, осы адам бойында болу керек 3 қасиет. Жалпы өзің қайсыны қоясың, бірінші орынға, екінші орынға, үшінші орынға? Адам бойында болу керек қасиеттерді. Бірінші, сразу. Бірінші, табандылық. Мен үшеуінші қатарынан қоймаймын, мынау бірінші, екінші деп ше. Бірақ үш нәрсе айта аламын да. Табандылық, қайтпайтын да, ол табандылық дегеніміз қайтпайтын қайсарлық. Қайтпайтын қайсарлық, жауапкершілік өте маңызды, жауапкершілік. Ол қандай бір істе болсын, қандай бір маман болсын, қандай бір тұлға болсын. Жауапкершілік, табандылық, қайсарлық, осы да ойлаймын, осы үшеуі. Табанды болу керек, қайтпау керек, оқу керек, білім алу керек, ал жауапкершілігі мықты болу керек, әрқашан жаңағыдай айтқан нәрсесін орындайтын, уақытылы жұмысын атқара алатын адам болу керек. Өйткені ертең сенің клиентің болсын, или сен командада біреулерде жұмыс істесең де, бірге жұмыс істесең де, сен уақытылы бітіре алмай жатсаң, ол да дұрыс емес болады. Енді үшіншісі, ол қайтпайтын қайсарлық. Неге? Себебі мақсатқа қандай адамдар жетеді деген кезде бірақ жауап бар, қайтпайтындар. Қайтпасаң болды, мақсатыңа жетесің. Мақсатына жетсең, бай боласың, Сен мақсатың қандай болғанына байланысты. Бай болғың келсе, Жалпы бай адамдар туралы, бай адам деген кім?
бай адам деген байлық енді ол да андай сөз ғой. Бір ғана мағынасы бар емес та. Байлық деген мысалы қандай рухани байлық па, ақшалай байлық па? Сенің өзің ойынша бай адам деген кім? Бай адам дегеніміз ең бірінші ол рухани бай адам деп ойлаймын. Ең бірінші. Себебі рухани байлығы болмаса, адамның бойында рухани байлығы болмаса, онда ешқандай байлық көмектеспейді деп ойлаймын. Ешқандай байлық оған бақыт алып келмейді деп ойлаймын. Ең бірінші рухани байлық, рухани бай адам болу керексің. Мен енді сол жолда қазір Құдайға шүкір, соңғы кез маған осы андай не болып жатыр ма, андай белгі ма, осындай бір рухани кітаптар көп сыйлыққа беріп жатыр. Соны оқып, қазір шынымен шабыттанып жатырмын, түсініп жатырмын, маған қатты ұнап жатыр негізі. Жалпы мынау бүгін алғашқы эфир ғой біздіңше. Мен өзім бірінші осы эфирді осыны ойлап жүрген, басында осындай шақырам. Әлі де Құдай қаласа бұл нормальный формат болатын болса, жақсы адамдарға пайдалы болатын болса, мен тағы да адамдарды шақырам, әлі де жоспарда бар да адамдар. Қалай жалпы ұнап жатыр ма? Негізі жақсы. Негізі жақсы. Қазір енді андай ғой, интернеттің дамыған заманында үйінде отырып осыны бүйтіп көруге мүмкіндік берген, прямой эфирде әсіресе өте жақсы да. Бізде енді YouTube проект істеген кезімізде деймін да, жаңағыдай түсіреміз оны, монтаждаймыз, бір выпуск шығару үшін қаншама уақыт кетеді да, қаншама күш кетеді. И оны адамдар да прямой көре алмайды да. Ал бұл жақта бір жақсы, бұл жақтың бір плюсы, енді бағанадай YouTube сияқты качественный бүйтіп андай формат болмаса да, бірақ прямой эфирде көресің. Пайдалы ақпараттар ала алады адамдар. Эмоциясын көре аласың деген сияқты ғой. Қазір негізі эфирде отырғандарға айтатын болсақ, қазір сұрақ қоюға мүмкіндік береміз. Сол кезде сұрақтарын қойса да болады, бірге жауап беріп қызықты қылсақ та болады. Міндетті түрде сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, біз осы қазір негізінде Сабыржан екеуміз талқылап жаңағыдай. Қазір бірден қойса сұрақты түсініксіз болып кетеді. Біздіңше өзіміз жоспарымыздан бара жатқан немізден шатасып кетуіміз мүмкін, айтатын ойымыздан ше. Сондықтан қазір бір уақытты берейік, клабхаус сияқты ғой. Өзің жалпы тәуекелге көп барасың ба өзің? Тәуекелге барған дұрыс па? Мынандай ғой, қара. Тәуекелдік айтады ғой, адам Аллах тағала тәуекел адамды жақсы көреді дейді, тәуекелшіл адамды жақсы көреді дейді. Одан кейін мындай әңгіме бар, кто не рискует, тот не пьет шампанского дейді. Кім рисковать етпейді, ол күшті өмір сүрмейді деген сияқты әңгіме бар ғой. Бірақ ол дегеніміз андай сөз емес қой. Тәуекел істей берсең күштісің деген сөз емес қой. Бірақ тәуекелшіл болу керек. Мен тәуекелге көп барам деп ойлаймын, негізі өзімді ше. Бірақ әлі де өте көп тәуекел істейтін шығармыз, Құдай қаласа. Бірақ әрбір тәуекелді есептеуге болады да. Сен қандай тәуекел істеп жатқаныңды, қаншалықты деңгейде, и тәуекелден қаншалықты құламауға, максимально құламайтындай жағдай істеуге болады. Кәдімгі андай емес та, өлесің или өлмей қаласың деген сөз емес та, ондай емес, кәдімгі бірақ тәуекелді есептеуге болады деп ойлаймын. Бірақ, тәуекел етпей бизнесмен бола алмайсың. Өйткені бизнес бастайтын кезде андай адамдар неден қорқады? Бизнес болсын, басқа нәрсе болсын, өмірде бір өзгеріс жасаған кезде, жұмысынан шығатын кезде, көп қой, өмірде бір өзгеріс жасайтын кезде қорқатын нәрсесі, последствиясынан қорқады да, тәуекел етуден қорқады осы өмірде ше. Тәуекел етпей білмейсің ғой, жаңа бизнесің жүріп кете ма, или өмірің жақсы барып кете ма деген сияқты ше. Нормально. Нені бел ортасына да кеп қалған сияқтымыз ғой, біраз әңгіме айтып. Жалпы бір келген сұрақтардың арасында бір сұрақ бар еді маған, өзім кеше сторисқа шығардым ғой, сұрақ қойыңыздар, қандай сұрақтарыңыз бар дейді. Ақшам жоқ, бірақ қандай бизнес бастауға болады дейді. Маған өзіме ұнаған сұрақтарды алдым да мен. Не деп айтасың оған, қандай ақыл кеңес бере аласың? Мүмкін көріп отырған болса, ертең көретін болса. Мен айтатыным оған, ақшам жоқ, қалай бизнес бастағым келеді деген сұрақ болатын болса ше, мен ең бірінші советім, просто оқып, білім алсай, түсінесің сол кезде ше. Қазір ол үшін мүмкіндік жоқ сияқты көрініп тұр да, ол кісі екен, қыз болсын, бала болсын. Ол ойлап тұр, ақшам жоқ қой, мен қалай бизнес бастасам болады, неден бастасам болады деп тұр ғой енді ше. Ол үшін мүмкіндік жоқ сияқты да. Бірақ негізінде шын мәнісінде сен де білесің, мен де білемін, мүмкіндік өте көп. Мүмкіндік өте көп. Сен хотя бы бір мамандық иесі болсаң да болады. Хотя бы кемінде қазіргі заманда, қазіргі нарыққа
жаңағыдай ең қатты керек болып тұрған мамандықтардың бірін меңгеретін болсаң, сен одан да ақша таба аласың, мысалы ше. Басында жаңағы бизнесіңді, хотя бы жаңағыдай бизнесіңді бастауға ақша жинасаң да ше, может быть какой-то. А так ойлаймын, ол өйтіп, не істесем болады, мен ақшам жоқ дегенге бүйтіп, мынандай істе дейтін әңгіме жоқ ол жерде. Ондай әңгіме болмайды. Типа, мүмкін мынандай шығар, оның ойына жоқ дегенді құйып алғанда болды, соның барлығы жоқ болды. Ақша жоқ, жұмыс жоқ, анау жоқ, мынау жоқ, соның жоқ дегенді ол миына құйып алғанда, ең бірінші сол миындағы жоқты алып тастау керек шығар. Одан кейін сұрақ қойғанда тағы бір не айтқым келетін нәрсе бар. Сұрақ қойған кезде адам позиция жертвы деген бар да. Жертва дегеніміз андай постоянно жылап біреу көмектесу керек адамдар бар ғой. Сондай тұрғыдан қоймау керек та сұрақты ше, былай қоймау керек та сұрақты. Қарашы та, қазір қойылып тұрған сұрақ, менің ақшам жоқ, қаяқтан бизнес бастасам болады дейді да. Мысалы ше, ол сұраққа сен мынандай бизнес бастап кет деп айтпайсың да оған ше, ол болмайды. Өйткені ше, ол дұрыс емес сұрақ, қойылған сұрақ дұрыс емес та. Былай қойса болады дейді да, мысалы ше. Мен ақшам жоқ, нөлден бизнес бастайын деп жатырмын, мынандай істеп көрсем қалай болады десе, ол уже күшті сұрақ та. Ол мен қазір мына жерде бізді көретін көрермендер ертең сохранить етіліп қалатын болса, эфир тағы басқа адамдар көруі мүмкін, солардың бәрінің құлақтарына алтынсырға деп жатырмын да. Ертең жақсы бір үлкен кісілердің, ағаларының, көкелерінің алдына барған кезде, сұрақ қойған кезінде андай позиция жертвыдан қоймау керек та. Жылайтын адамның типа, мен клиентім жоқ, мен не істеуім керек деген болмайды да. Мен клиент көбейту үшін. Ондай сұрақ келген, қазір қойын осы сұрақты. Бизнесте клиент көбейту жолдары қандай дейді? Клиент көбейту жолы өте көп қой, мысалы. Оныншы несі мынандай болып тұр да, қойған адамның сұрағы. Короче, ода бизнесіне қазір ең тапшы болып жатқан клиенті ғой. Соны көбейту үшін не істеуім керек дейді да. Адамдар. Ең бірінші бизнеске керек нәрсе бірінші клиент қой. Бизнес ақша келмейді ғой клиентсіз. Ол ясно да. Ондай да, мысалы адамдар алады да, аппараттарды үйіп алады да, білмеймін, әртүрлі жаңағыдай. Біреулер бар, PlayStation алады, үйіп ше, сөйтеді да, қанша 5 миллионға PlayStation алады да, мен адам жоқ, ақша таппай жатырмын дейді да. Айналайын, сен PlayStationның әшейін тұрса ақша келмейді ол саған. Ол саған алдың ал, енді саған ақша бермейді ол. Саған клиент керек қой ақша келетін ше. Енді клиентке ақша құртпайды да, бірақ түсіндің ба? Ең бір парадокс та. Ең бір парадокс ше. Айналайын, мен бүйтіп айтатын. Жолдарын. Жақсы. Мен айтатын едім, бірінші бизнес бастап істеп жатқан кезде, ең бірінші хотя бы 500 мың теңге, хотя бы миллион теңге, білмеймін мен бастаған бизнесіңе байланысты, хотя бы 100 мың теңге ол рекламаға, клиент әкелуге деп арнап алып қойылу керек та. Ол міндетті түрде да. Адам бизнеске ақшаны құртады да ашу үшін. Ал клиентке құртпайды да ақша келетін ше. Ол тупа ғой, негізі дұрыс емес қой. Енді клиент әкелудің жолдары деген болатын болсақ, клиент әкелудің жолы өте көп. Мысалы, енді ең бірінші традиционный брошюрка таратқаннан басталып, уже одан кейін қазіргі маркетингтің заманында интернет-маркетингті меңгеру керек. Ол дегеніміз не? Инстаграм жүргізу, ол дегеніміз не? Мықты креативпен видеолар түсіріп, видеолар таргетке жіберу, таргет жасай алу, таргетті. Оған мүмкін ақшасы жоқ болса, OLX-те тегін площадкалердің өзі бар. Тегін площадкалер бар. Ой, жол көп, білмеймін, әрбір адамда табылады деп ойлаймын 5-10 мың теңге рекламаға ше. Енді 5-10 мың теңге сен біреуге әшейін берейін деп жатқан жоқсың ғой. Ол арқылы ақша табайын деп берейін деп тұрсың ғой ше. Осы жерде ғой мәселе ше. Просто реклама идеальный болып шығу керек та. Креативтері мықты болу керек, оның ше. Видеосы күшті болу керек, түсінікті болу керек та. Жаңағыдай. Сол кезде ол клиент әкеледі та. Ол жерде проблема жоқ. Типа, оның қандай бір құпия сырлары жоқ клиент әкелудің ше. Бәрібір нәрсені істеп жатыр. Қарапайым жолдары бар, оны үйрену керек қой, главный. Просто оны кім қалай істегенде, мынандай ғой. Мысалы, бәрі таргет жіберіп жатыр да қазір ше. Екінің бір таргет жіберіп жатыр. Бірақ бәрі таргеттен ақша тауып жатқан жоқ. Бәрінің таргеттен клиент алып жатқан жоқ та. Бұл жерде мәселе таргет жібергенде емес қой. Мәселе қалай жібергенде болып тұр ғой ше. Таргетте жіберіп жоқ. Таргет өзінің ақшасын алып жатыр. Таргетте ешқандай күнә жоқ. Ода күнә жоқ. Просто қалай жіберіп жатсың да, соны қалай дұрыс жіберу, қалай есептеу, соны үйрену керек та, оқу керек. Мына эфирді айтпақшы, айтып өте сайын, эфирдің соңында, мынау промойда осы соңына дейін отырған адамдарға бір керемет сыйлықтар дайындап қойдым. Өзім атымнан деп айтайын. Эфирді соңына дейін көргендерге соны берейік. Жақсы, мына жерде, мына Сабыржан сыйлықтары бар екен, мына жерде соңына дейін отырғандарын қалай байқаймыз? Сен былай істесе, келесі жолы Сабыржан эфирге кірген кезде ше, басында осылай айтты, соңына дейін отырған адамдарға, менен сыйлық деді, мен 5 сын айтамын деп ше.
сөйтіп басында әңгімені бастамас бұрын бір санды айтып, сосын екіншісін, осындай ортасында үшіншісін солай ше. Сол кезде анықтай аласың да, сондай нотқаны ше. Әйтпесе анықтай алмаймыз. Бірақ енді былай істейік, бүгінгісін онда сен сыйлық беремін деп қалдың как раз. Онда біздің оқырмандардың арасында реально соңына дейін отырып, Сабыржан аға соңына дейін оттым деп дайректіңе жазғандардың арасында бересің ба? Қалай болады? Оны анықтаймыз, оның жолдары бар, қазір айтамын оны. Жақсы. Сен өзің сайт ақша жинайсың ба, жалпы? Или ақшаны жинауға болмай ма? Тек оны айландыру керек па? Ақша табады деп айтады. Мынандай нәрсе ғой. Ең бірінші, мен бағана айтып тұрмын ғой, бай адамдар кімдер деп. Бай адамдардың ең мықты қасиеті, ең бір қасиеті мынандай, ақшаны таба алады, жақсы. Ақшаны көп таба алады. Енді любой адам ақша таба алады негізі ол. Ақша таба алады. Оларда, мысалы, барлық адам ақша таба алады. Бірақ байлар да ақша таба алады. Бірақ олар көбірек табуы мүмкін да, біріншісі. Екіншісі, олар сол тапқан ақшасын ұстап қала алады. Екіншісі, ұстап қала алады. Ұстап қалу дегеніміз не? Оны жаңағыдай құртып жібермей, сразу бәрін жарата бермей, оны ұстап қала алу, ақшаны ұстай алу да, ол. Уже ақшаны ұстай алу. Үшіншісі, сол ақшаны көбейту уже. Осы екеуін көп адам меңгермеген да, мына. Тура осы екеуін. Ақшаны ұстау, дұрыстап, и және көбейту. Осы екеуін көп адам меңгермейді. Мен де оны әлі де ол мәселе бойынша көп оқып жүрмін да. Енді қазір де применять етемін, Құдайға шүкір. Бірақ әлі де көп оқып жатырмын осы мәселе бойынша. Сондықтан адам бірінші ақшаны табу керек, ол бәріміз тауып жатырмыз енді. Бірақ оны ұстап қалу мен көбейту ол бөлек әңгіме. Ол кәдімгідей өнер. Вот. Солай ойлаймын. Ақша жинауға болады. Ақша тез жинауға болады қалай? Ақшаны андай ғой. Ақшаны ұстағаннан кейін сен оны дұрыс жерге салып отыру керек та. Мысалы бизнеске болсын, өзіңнің біліміңе міндетті түрде салып отыру керек, өзіңнің біліміңе, жаңағыдай өзіңнің дамуыңа. Себебі сенің білімің саған ақша келеді. Сен біліміңмен табысың параллельно тұрады екеуі. Білімің мынандай болса, табысың мынандай болады. Мынандай болса, мынандай болады. Кете береді да. Сондықтан ақшаны ең бірінші өзіңнің дамуыңа және жаңағыдай айландыру үшін жаңағы басың болса, өзің дамытсаң, уже сенде басың болады, жаңағы ақылың болады, білімің болады. Білімің болғаннан кейін сен оны қайқа салып айландыру керек екенін білесің. Қолдана аласың. Қолдана аласың, иә. Қарыз туралы, жалпы өзінің көзқарасын, қарызың болды ма осы уақытта? Жалпы қарызға деген өзінің көзқарасында мнениеңді айтып өтсең. Қарыз деген, қарыз болмай. Қарызы барлары қалай құтылу керек, сол жайында. Қарыз болмау мүмкін емес. Біз қарыз болғанбыз, әлі де болып қалады, андай нелерде, үлкен нәрселерде, жаңағыдай кассовый разрыв деген нәрселер болады бизнеста, ол по-любому. Одан ешкім қашып құтыла алмайды, бірақ енді оны максимально болғызбауға тырысамыз. Ал жалпы қарыз бар адамдарға айтатын болсам, ең бірінші миды дұрыстап алу керек, ең бірінші қарызбен ойланбау керек, табыспен ойлану керек. Мысалы жаңағыдай қарызың 300 мың болса, мен 300 мың қарызым бар, мен 300 мың қарызым бар, қарызымнан құтылу керек деп ойланбай, ондай күтіп айта бермей, или ойланбай даже, миға ондай сигнал бермей, миға сигнал беру керек, 500 мың табу керек дегенше. Сол кезде ми дұрыстап ойланады. Сен мысалы мен қарыздан құтылу керек деп ойлансаң, ми түсінбейді оны ше. Қарыздан құтылу керек деп жатыр ғой, қалай құтыламыз деп ізденбейді ол. Сен айтсаң миыңа, маған 500 мың табу керек деген запрос жіберетін болсаң, сол бойынша ойланатын болсаң, саған жолдарын көрсететін болады. Соларды жасап, жұмыс істеп, қарыздан құтылсаң болады, в принципе. Негізі. Ең бірінші сіздің головой начинается ғой, бастан басталады бәрі. Ары қарай енді әрекет, соответственно, өзі келеді. Саят, сен осы алдында бір сұрақтар біз эфир жасап жүрген кезде ше, сұхбат жасап жүрген кезде көп қойған сұрақтардың бірі, өзіне де қойшы, қазіргі табысың қанша айта аласың ба? Сен осы сұрақты бәріне қойып шыққасың да, саған өзіне қойшы. Сол кезде мен қойып толық, тура, нақты ешкім айтпаған болатын, негізі. Почти ешкім толық табысын айтпаған, сондықтан менде табысында айтпай қойған жөн деп санап тұрмын. Енді қанша мен қанша жобасы? Жалпы 3 миллионнан жоғары. Жақсы. Анау сен сияқты 3 миллион теңге табу үшін адамның айналасы, көңіл күйі, өзінің ішкі состояниесі қаншалықты маңызды, қаншалықты рөл ойнайды? Бұл енді өте маңызды ғой, енді адамның бәрі состояниясынан басталады да. Қазір енді любой жаңағыдай мықты
бизнес тренерді, любой мықты коучты қарап отыратын болсаң, жаңа біздің айтып отырған Тони Робинсон бар, оның ішінде жаңағыдай анау қаржылық сауаттылық туралы кітабы бар, кім еді? Бодо Шефер. Бодо Шеферді алып қарайтын болсақ, Брайан Трейсиді алып қарайтын болсақ, мықты коучтарды, әлемдік уровендегі ше, мықты коучтардың бәрін, любойын алып қарайтын болсақ, көбісі миға келіп тіреледі. Көбісі мышление туралы айтады. Адамның тұлғалық дамуын айтады. Себебі неде? Себебі адамның өзінің состояниесі дұрыс болмайтын болса, ол дұрыс мышлениясы болмайтын болса, дұрыс ойлана алмайтын болса, дұрыс ойланбаса адам, и оның ортасы дұрыс болмайтын болса, онда әрекеттер ол бос, солай ойлаймын. Сондықтан состояние өте маңызды, состояние жалпы. Сәл кішкене қатып қалып, кешірім сұраймыз, бірақ қатып қалып отқанға. Сенде де байқалып отыр ма, Сайт? Иә, бір қатып қалды қазір. Сондықтан ол ішкі состояние, сабыр өте маңызды деп ойлаймын мен. Сол ішкі, не үшін бұл сұрақты қойдым? Мен сенің қасында жүргенде білемін, мен сенің ақшам жоқ кезде де ше. Болдың ғой бізде ана карантиннің басында ақшам жоқ кезде фотосалонға кешке келіп отырып жүрген. Сол кездегі состояниеңді айтып берші, ақшам жоқ кездегі. Қандай болды сендегі, қандай, не ойландың сол кезде? Андай да, бағанаға ең бірінші айтады ғой, ана кім айтқан ғой, Дональд Трамп айтады ғой, маған $200 берсеңдер, Африкаға жіберсеңдер, мен 2 жылдан кейін қайта миллиардер боламын дейді да, 2,5 миллиард қарыздан шыққан ше. Бұны не үшін айтып жатырмын да? Андай ғой, типа сен білім аласың ғой, жалпы білім аласың да, ол егер біліміңді сен практикада қолданып, ол сенде настоящий білімге айналатын болса, практикада қолданылғаннан кейін барып білімге айналады ол. Білу мен білім бөлек қой. Вот білімге айналған нәрсең болатын болса, сен көп, мысалы, ол кезде саған ақша табу қатты қорқынышты емес. И сенде ақша жоқ кезде сен қорықпайсың онша. Қорқыныш болмайды да. Сен өйткені білесің, ақша тез таба алатыныңды, бірдеңе жасап кете алатыныңды. Өйткені сенде білім бар да ше, бұл жерде ше. И мен ол кезде жүрген кездерімізде, я кішігірім депрессияда болған кездер болды, стресте, былай. Сол кездегі ше, өзің жасаған қателіктерін қандай? Өзің жасаған сол кездегі моменттегі. Мүмкін қазір біреулердің басында болуы мүмкін да сол жағдай. Мен ол кездегі жасаған ең үлкен қателігім жаңағы. Қалтаңда қарашы, ақша жоқ та, бірақ сен білесің, сен сезесің, ақша табатыныңды білесің, алда көріп тұрсың. Бірақ ол кезде де жасаған қателігім бар ғой сен басынан өткен. Жоқ, мен сол жерде депрессияға түскендегі себебім, сол жерге депрессияға түсерде мен ең үлкен қателігім болды, 13,5 миллион жаңағыдай инвестировать етіп, өзім білмейтін салаға ақша салып жібергеннен болды. Енді сол маған жаман ауыр тиген болады негізі, енді бірақ енді өтіп кеттік қой, енді әлі ол қайтпады да ол ақша. Өкінудің қажеті жоқ. Иә, бірақ сол кезде сол енді мен жаңағыдай кішкене стресс, депрессияға алып келген болатын. Мен ойладым, мен андай болды да, 13,5 миллион енді қатты көп ақша дей алмайсың, бірақ аз ақша да емес ол ше. Бірақ сол мені кішкене не қылған тұғын. Бірақ енді кейін түсіндім, то что мақсаты үлкен адамның жаңағы кедергілері кішірейе береді дейді ғой. Менің мақсатым одан да үлкен нәрсе болғандықтан, ол мені тоқтатып, ол бизнесті құрсын болды, енді жақындамайын бұндай нәрсеге деген ойлар басыма келген жоқ мүлдем. Мен ары қарай жалғастырамын, мен жасайтынымды өзіме жалпы сенімді болдым негізі. Сен анау стрессте жүргенде, қиналған кездері сен өзің маманмен ақылдасасың ба? Андай маманның қасында өзің состояниеңді айтып, мысалы, биікке шығып көтеріліп жатқан кезде маман алдында жатып алып, бүгін жұмыста мынандай жағдай болып отыр деген сияқты. Үйдегілермен анда-санда жаңа жұмыс бойынша сөйлесетініміз бар, бірақ енді жаңағыдай не қылмайды екенмін меніңше онша. Постоянно өзіммен өзім болып кететін шығармын. Бірақ қазір соңғы кездері психологқа жүгініп жатырмын. Жүгінгенде қалай? Солармен көбірек сөйлесіп дегендей. Просто үйдегілерге де айта алмайтын нәрселерім болып қалады. Психологтарға барғасың ба? Болғам, иә. Или барасың ба? Көп емес болған, бірақ барған дұрыс па? Иә, негізі ол дұрыс нәрсе деп ойлаймын. Ол просто біздің менталитетте ғой, біздің қазақта ғой, ойбай психологқа баратын болсаң, сен псих деп ойлап қалады ше. Андай жынды ма, қуасың ба деп ше. Бірақ ол негізі нормальный нәрсе да.
ондай нәрсе бар екен да, даже Америкада жаңағы жолдас балалармен жолығып отырған кезінде жолдас балалармен давай мен психологыма баруым керек қазір деп спокойно кете береді екен да ше. Кетіп бара жатса да мен психологпен жолығуым керек деп спокойно ше. А бізде өйтіп айтып көрші андай, бізде бір ойла анау қуама деп қарайды да ше. А так ол негізі нормальный нәрсе. Нормально, мен өзім барғам. 4-5 рет барғам негізінде психологқа өзім. Қалай ол? Жұмыстар, жаттығулар беріп мені кәдімгі шығарған негізінде ше. Маман ғой не дегенмен мықты да. Мен таныс психологым бар деп түсінді. Есімхан айтып жатыр. Есімхан жазып жатыр да. Есімхан таныс психологы бар екен. Мынау Саят жалпы КБТ туралы. Енді айтпай кетпей, осы эфирде КБТ туралы сөйлеспесек болды екен. Дұрыс емес болады? КБТ туралы кішігірім. КБТ деген енді білмеймін, андай сияқты ше маған. КБТ деген проект мен бастап істеп келатқан арманысты бастаған кезде бару керек межем сияқты ше. Оған енді арманысты істеп бір кемінде результат керек болды, ең кемінде нәтиже керек болды. Жаңағыдай бұндай проект бастау үшін ше. Вот сондықтан соқта нәтиже шығарып, одан кейін жаңа семен қосылып, жаңағыдай бірге ютубта біраз проекттер жаңағыдай нелерімізді, блогтарымызды түсіріп, интервьюларымызды алып, содан бастап орта құрып, ең бірінші ортаны бастаған кезде де бірге болдым, сен білесің өзің қалай басталғанын. Әшейін жаңағыдай адамдарды ол жерде де ақшаға емес, просто адамдарды жинап, сабақ берсек, орта жинасақ, осындай бір вайп істесек, қызық болса, сондай бір күшті дамушы орта құрсақ. Неге адамдардың бәрі жаңағыдай көтеріліп, жаман нәрсеге тарту керек, неге жақсы нәрсеге тартпасқа деген оймен келген нәрсе ғой енді. Вот, сөйтіп келіп енді осындай болып құралып, жайлап басталып, қазір Құдайға шүкір, жайлап дамып келе жатыр ғой енді. Мен ойлаймын, осыған әкелген сияқты, мен өзім басында соған жайлап келе жатқан сияқты. Өзім де қалай білмесем де. Бүгінгі эфирдің де мақсаты да сол ғой, негізінде пайдалы ақпараттармен бірге бөлісіп, не істеп. Ертең мен эфирімде тағы да ше, басқа да адамдарды шақырып, осылайынан халыққа өз ойын айта алатын, бизнесте жүрген, дамуда жүрген адамдарды эфирде шақырам әлі алдағы уақыттарда ше. Жақсы енді, айтылады, бастағанда осындай мақсатта басталады, әлі де сол жолда келе жатыр екенбіз ғой, былай енді қарасақ. Енді бәрі көбісі бізді андай ренжісіп, ұрсып қалдыңдар деп айтады. Бір-екі болмай қалған проектілер бар деген. Сол бойынша біз башы негізінде ұрыссақ та, әлі де бірге келіп жатып, негізінде ұрсып тұрған нормально. Ол андай ғой, типа, ондай болмаса, ондай болмайтын болса, ол ненормально негізші. Ол ненормально, егер ондай жағдай бір сөзге келіспей қалып, бүйтіп кішкене не қылмасаңшы, ондай болмайтын болса, ол ненормально, ол қалай олай болмау мүмкін емес қой. Бірақ просто бұл жердегі маңызды нәрсе ондай жерлерден өте алу да. Бірге ондай жерден өтіп кету да, болады, ондай, бірақ ондай жерден өтіп кете алу керексің да. Бұл жерде негізі ең бастысы бағана айттым ғой, рухани бай болу керекпіз деп ше. Жалпы ол енді адамның несі ғой, тұлғалық адам ретіндегі адамдығы дейді ғой. Сондай да бұл жерде қандай ақша болсын, не болсын, мансап болсын, билік болсын, адамгершілік негізі қалу керек. Анау саған біраз ренжіп кеткендер бар негізінде ше, солар туралы өзің ойыңды айтсам. Командаға келіп, бір-біріміздің миссиямызды дұрыс түсінбей қалған, ондай менде де болады да, менде де болған ондай ше. Жарты жолда бара жатқан миссияны, мысалы, финишқа дейін жетпей жатып, фиништан қайтып кеткендер бар да, олар туралы өз ойыңды айтсам. Негізі, әркімнің өмірінде бәрімізге таңдау мүмкіндігі берілген да, негізі. Таңдау мүмкіндігі берілген. Вот сондықтан ол әр адамның өзінің таңдауы деп ойлаймын, негізі біріншіден. Біріншіден адамның өзінің таңдауы деп ойлаймын. Екіншіден, мен даже ондай ешбір адамға қапы болмағам да. Мен де енді Арманс академиясынан бастап, мен де 4 адам шығып футбольный академия ашқам. Минимум 4-еу, мен 4-еу точно есімде да, қалғаны есімде емес. Бірақ ондай даже 5-еу айтпақшы, соңында тағы 5-еу, мысалы ондай.
оған былай қапа болып ойбай деп неғылып ондай болмапты. Даже мен жаңағы сол бесеуінің үшеуіне өзім көмектесіп жүрген кезім болған. Өзім давай деп ше, ол проблема жоқ ол жерде. Менен кеткендер мысалы енді жаңағыдай кеткен әрбір адамға өзінің жолында поддержка берген бәріне. Енді көбісі өздері де біледі, өздері де рахметін айтып, жаңағыдай жазып, құттықтап, кешегі туған күнде неғылып тұрады өздері ше. Ал ондай емес болған жағдайда оған ештеңе істей алмайсың. Оған қатты қарамаймын, просто мен оған кешірем біріншіден. Ол да мен кешірем, ол өзінікі. Мен өзім кешірем, өкпе-реніш деген болмау керек бойда. Сондықтан кешіріп, ол туралы вообще ойламауға, неғылмауға тырысамын. Ондай адам өзінше жалпы былай бір адамды көріп, осы сияқты болсам екен дейтін дейді. Былайын айтқанда, біздің өзіміздің арамыздағы тілмен айтқанда, ментор ғой, ментор. Сондай адам бар ма? Өзін көретін, қызығатын, соның әрекеттерін қайталауға тырысатын. Аяз Шабудиновқа қатты қараймын, қатты қызығамын, көп оқимын. Маған ұнайды ол жігіт істеп жатқан нәрселері, істегендері барлығы. 29-да мультимиллионер. Сұрақ, мендегі сұрақ. 2021 жылы Саятты қандай жаңалықтар мен өзгерістер күтіп тұр дейді? Жаңалықтар мен өзгерістер? Білмеймін, мен 2021-де осы жалпы Арманс Академиясының КБТ жобасының дамуына арнап отырмын, негізі осы жылда. Сондықтан менен бір жаңа проект күту керек емес деп ойлаймын, біріншіден. Андай бір басқа жаңа жоба, жаңа проект істеп, жаңағыдай новый нәрсе істеймін деп ойламаймын. Бірақ осы екі проектте бір үлкен жетістіктерге жетеміз деп ойлаймын осы 21-де, Құдай қаласа. Өзгерістер. Өзгерістерге, үлкен өзгерістер дейсің ба? Өзгерістер, жалпы тұлғалық дамуымда өзгерістер болатын шығар. Менің жалпы курстарымда өзгерістер болатын шығар, жақсы жағына қарай. Және жалпы осы екі проект үлкен болып өседі деп ойлаймын. Сосын ойлаймын, менің қасымдағылардың да бәрінің жаңағы менің ортамдағылардың жаңағы басынан бастап келатқан адамдардың бәрі үлкен бір жетістіктерге жетеді деп ойлаймын осы жылы мен. Сондай сенімдемін, бір сол кезде бір марқайып бір отыратын сияқтымыз. Қалай болған еді деген сияқты, Құдай қаласа. Осы жылы. Анау мына жерге келген сұрақтардың бірі, қызың бар ма дейді ғой. Қызым бар. 8 март келіп жатыр. Не сыйлайсың дейді. 8 март. Кімге? Қызына. Қызың бар деп айтсың. Білмеймін оны. Оны білмеймін. Әлі шешпедім ештеңе. Өзің жалпы махаббат темасына ауысып жатыр, байқап отқан шығарсың. Анау, өзің махаббат деген не сен үшін? Махаббат деген ба? Махаббат дегеніміз негізі, білмеймін, махаббат деген сөздің синонимі жалпы өмірді махаббат деген сөздің синонимі қылып алуға болады. Себебі махаббатсыз бұл өмір болмайтын еді, мүлдем. Өмір бос болатын еді. Себебі әке-шешенің балаға деген махаббаты, біздің әке-шешемізге деген, біздің отбасымызға деген махаббатымыз, жұмысыңа деген махаббат. Махаббат деген ол, егер сен махаббат шашып тұрмайтын болсаң, жан-жағыңа, барлық нәрсеңе, онда өмір болмайтын еді ол. Сондықтан ол өте андай нәрсе ғой, үлкен нәрсе. Махаббат деген ол өмір мәні деп айта аламын. Андай барлығына уақыт бөлу деген мысалы да, өзің сол махаббатқа, жалпы жұмысқа, өзің қалай, сол тайм менеджментің қалай сенің? Уақытты тиімді басқару. Уақытты тиімді тайм менеджмент менде особо қатты мықты тайм менеджмент жоқ, бірақ менде жаңағыдай апталық жоспарларым мен күндік жоспарларым күнделікті жазылатыны бар. Және көбірек ойлаймын 90%-ға дейін мүмкін даже жұмысқа кетіп қалады уақыттарым деп. Кейде денсаулыққа да жалпы
жаңағыдай қарым қатынасқа да уақыт үлгермей қаламыз. Вот. Енді бір жерде жетістікке жету үшін бірдеңеден кішкене не қылуға болады да, не қылу керек сияқты ма, андай отказ беріп деген сияқты, отказ беріп емес, енді андай көп бір нәрсеге қаттырақ көңіл бөлініп кету керек сияқты бір жетістікке жету үшін. Білмеймін, қателесуім мүмкін, бірақ главный күндік жоспардың барлығы жазылады, иә? Иә, міндетті түрде. Бүгін сұхбат жоспарға жазылған ба еді? Иә, сұхбатта бар еді, кеше сен сториста қойғаннан кейін, жаңағыдан кейін енді жоспарда болды. Содан кейін мен қазір офиста отырмын. Әйтпесе мен бүгін жаңағыдай ерте қайтуым керек еді, бірақ мына қазір бір-екі бітпей қалған жұмыстарымды бітіріп, осы эфирге дайындалдым. Дайындалғанда осы жерде отырмын. Жалпы инфобизнесмендердің кітаптары болады, көп. Сен өзің кітап жазу ойда бар ма? Құдай қаласа, мен ойлаймын, келесі жылы кітап жазатын шығармын деп ойлаймын. Ол кітап не туралы болуы мүмкін? Ол кітап адамның жалпы жетістікке жетуі, тұлғалық дамуы жайында болады деп ойлаймын. Себебі андай ғой, мен өзім көп кітаптар оқимын, сол көп кітаптар маған жақсы жағынан көмектескен. Шынымен ше, ол кітап енді өте мықты нәрсе ғой, шын адам өміріндегі ше, просто айтады ғой, кітап оқитындар телевизор қарайтындарды басқарады деп ше. Сол сияқты мен де сондай бір мықты бір кітап жазғым келеді, чтобы көптеген миллиондаған адамдардың жаңағыдай өміріне какой-то бір жақсы жағынан өзгеріс әкелетіндей. Анау дисциплина туралы өзің көп айтасың, дисциплинаны ұстау керек деп. Соны қалай ұстаған дұрыс дейді? Дисциплина туралы айтып өтсең кішігірім. Дисциплина деген андай ғой, дисциплина build класс дейді ғой. Андай ғой, тәртіп класстан да жоғары дейді да, мысалы. Андай ғой, дисциплина дегеніміз ол андай кішкентай удовольствиелерден отказ беріп, үлкен жетістікке жету. Кішкентай, мысалы, дисциплина деген андай, мысалы, азанғы ұйқыда кішкентай удовольствие дегеніміз андай ләззат қой. Кішкентай ләззатта азанда сағат 7-ден 9-ға дейін 10-да тұрсаң ұйқыда ше, ол 3 сағаттық ләззат аласың да бір. Дәл сол сияқты түнде ұйықтайтын кезде сот күш қыласаң, кино көрсең, ойын ойнасаң, ләззат аласың какой-то бір уақыт ләззат аласың да. Ал сен ол ләззатқа отказ беріп оған ше, қоя тұр деп оған андай жол жоқ деп отказ беріп оған, сен басқа нәрсеге жаңағыдай өзіңнің жетістікке жетуіңе, арманыңа, мақсатыңа, жұмысыңа көңіл бөлетін болсаң, сен үлкен жетістікке жетесің да. Дисциплина дегеніміз осы. Кішкентай ләззат сыйлайтын нәрселердің бәрінен отказ беру үлкен бір жетістік үшін. Вот. Сол дисциплина, сондықтан дисциплина ұстанбасаң, дисциплинасыз болмайды. Дисциплинасыз, тәртіпсіз ешқандай жетістікте, жеңісте, жаңағыдай ақшада, байлықта, успехта ештеңе болмайды дисциплинасыз, тәртіпсіз. Анау жалғыз өзің жасасаң, уже 3 күн, 4 күннен кейін уже құлайсың, қайтып жалқаулық басып кетеді. Сол үшін алда марафон өткізейін деп жатыр осы бойынша, оны білесің ғой. Соны хабардар қылып қойып кішкене. Осы мәселені көтергім келіп жатыр да, сол марафонда осы дисциплина, жалпы жалқаулықты жеңудің жолдары, сол туралы. Азанда ерте тұрудан басталады барлығы. Алдында бір өткізгем, осы көктемгі уақытын өткіздім. Енді осы биылда көктем келді. Сол нағыз уақыт ау деймін да, қысымен ұйықтадық, демалдық. Жақсы, негіз ондай марафондар жақсы ғой, бандай ғой шынымен. Бір өзің істеген ол өте қиын да, болады, но қиын. Бірақ енді көп адам болған сайын қасында сенің орта дейді ғой, ортаң болған окружение дейді да, единомышленник дейді да, единомышленниктерің көп болған сайын жаңа марафонды соңына дейін апару, немесе сол бір жақсы әдетті қалыптастыру оңайға соғатын болады негізі. Сондықтан ол күшті идея деп ойлаймын негізі. Қашан басталайын деп жатыр, қанша күн болады? Әлі де форматын дұрыстап жатыр, мен оның ішіне көп барынша өзінің құнынан жоғары пайдалы бергім келіп жатыр да. Соған қатты дайындалып жатырмын, үлкен дайындықпен кірейін деп жатырмын. Менің сұрақтарым аяқталды әзірге. Осы эфирде отырғандарға сұраққа қалай, сен уақытың бар ма жауап беруге? Давай 5 минут болса, сұрақтар болып жатса, шынымен жақсы сұрақтар болып жатса. Болды онда.
Сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, мен оқып айтып берейін. Саған көрінбей тұр ғой, сұрақтар? Маған ештеңе көрініп тұрған жоқ. Кім отқаны, қаншадан отқаны, ештеңе маған көрініп тұрған жоқ. Анау. Саят. Тағы бір сұрақ. Жаңағы эфирді соңына дейін қарағандарға сыйлық береміз дедік қой. Мен сыйлық берем деп айттым ғой. Соған сенде ал КБТ қай несі КБТ-ның қазір 4-ма? Қай поток? 7-ші лек басталады енді осы айдың соңында. Соған 7-ші лекке 30% жеңілдікті мен атынан алып берсем деген о. Давай. Соған менде мысалы сенің әлі КБТ-ны білмейтін адамдар бар да, эфирде мысалы осы эфирді көретіндер бар, қазір сақталатын болса, техникалық ақаулар болмай. И қазір сені танымайтын адамдар да отыр мына жерде, байқап отырмын да, мендегі адамдар. Солар мүмкін КБТ-ға қатысып, сенімен жақынырақ таныссын дегендей ғой. Жақсы. 30% жеңілдікке қарсы емессің ба? Қарсы емеспін, өйткені сен беріп жатсың ғой енді, сен имеешь право ғой енді. Оның қалай анықтасақ болады? Осы қазір данный момент эфирді суретке түсіріп алып өзіңде сторис салсын ба, қалай болғанын? Давай, шынымен, мынандай, типа, былай. Келес. Әшейін мынаған бере салдық деген болмасын, шынымен андай бір. Любой барлық нәрсенің құны болады ғой, негізі ше. Құнсыз нәрсе, құны болмаған нәрсенің несі болмайды да, нәтижесі де болмайды, и оның сыйламайды да ол нәрсені ше. Сондықтан ойлаймын, осыны қазір скрин жасап алып, сторисына қойып, жаңағыдай эфир жайлы жалпы өзінің ойын айтатын болса, содан ең жақсы отметить ететін болса, біз екеумізді, и соның арасынан ең жаңағыдай жақсы пікірін қалдырған адамға осы жалпы КБТ-дан 7-ші лектен 30% жеңілдік берейік бизнес пакетке. Қанша адамға береміз? Қанша адамға? 30% жеңілдік 2 адамға берейік, жақсы. 2 адам? КБТ жобасының бизнес пакеттен еще 30% жеңілдік. Вообще кайф. Өзі пакетті өзі таңдайды? Пакетті өзі таңдайды, қалаған пакетіне, жақсы қалаған пакетіне 30% жеңілдік алады. Анау, неге сторисқа салған кезде келесі дәл осындай эфир болғысы келетіндер, мысалы қалайтындар болса, жазып кетсе де болады, андай маған жазып, мысалы осыны шақыр, мен осымен сұхбаттасайық дейтіндер болса, алдағы уақытта мен жоспарыма Сәке, сіз не бересіз, бірдеңе берсеңізші сіз? Мен ба? Сен бір адамға бірдеңе бер. Марафон берейін ба, басталмай жатқан марафонға достық беріп қойын? Жоқ, ондай емес. Білмеймін, сен жеке кездесу ма, жеке бір андай, разбор ма? Бизнес завтрак ретінде барып, бизнес завтрак ішіп, өзің атыңнан, егер шынымен жаңағыдай комментарий көңілден шығып, егер не алатын болса, бизнес завтрак өткізіп сенмен біріншіден, екіншіден өзім төлеп та, екіншіден разбор болады сөйледі, кішігірім тоже қызық болады. Сондай жасап беріп, жақсы ма, бола ма? Болады, әдемі ғой. Егер де давай, онда бір адамды солайынан қосайық, 3 адам болады да. 3 жеңімпаз болады. И сол кездесуге барғанда өзім оқыған кешегі сториста қазір кіріп көрсе де болады, кеше тұрған стористар тұрған шығар әлі. Сол кітаптардың арасынан бір кітабымды сыйлыққа берем, апарам. Күшті, Сәке. Кәдімгі кітап бересіз, завтрактен угощать етесіз, разбор жасап, мықты, күшті. Не ғой, алғашқы эфир ғой, алғашқы. Сондықтан юбилейный эфирға жақсы сыйлық берейін деп жатсың ғой. Жақсы, сұрақтар болмаса? Сұрақтар онша келген жоқ. Жаңа бір сұрақ қойылған еді. Андай, сон қоя сайын, бана скрин жасап ағам ғой. Қанша ақшам болса да, соны білімге салған дұрыс па дейді. Сөйтіп айтқан екенсіз дейді. Қазір бана бір қыз қойды, Айдана Оспан деген. Қанша ақшан болса да, соны білімге салу керек дегенсіз дейді. Сол туралы айтсан. Мысалы, ақшан қазір 5.000 теңге бар, мысалы да. Кітап ал.
кітап ал деп па. 50 мың теңге ма курс ал. Бірақ просто андай ғой, курстың да курсы бар, қандай жер не оқып жатқаның маңызды да, қай жерде оқып жатқаның енді, желательно офлайн болған жақсы деген сияқты ғой. Вот. Иә, мен ойлаймын, алатын. Бір 500 мыңға алатын. Иә, 500 мыңға дейінгі ақшаға білім алу керек деп ойлаймын, минимум. Андай, ал егер жаңағыдай 10 миллион болса, 10 миллионға курс алу керек па деген сөз емес қой енді ше. Әңгіме ода емес, әңгіме 500 мыңға дейінгі ақша болатын болса, ең бірінші жасау керек нәрсе білім алу керек деп ойлаймын. Жалпы рахмет, Саят, бүгін уақытыңды бөліп, маған келісіп бүгінгі эфирге ше. Эфир ұнап, жақсы болды. Эфир күшті болды, от болды. Сақтауға тұрарлық па? Сақтаймыз ба? Иә, эфир жақсы, эфир өте жақсы өтті деп ойлаймын, негізі. Көп адам нәрді көріп отқандар болатын болса, негізі көп нәрсе алады деп ойлаймын. Оттар кеп жатыр, біраз адамдармен. Иә, жақсы, керемет. Ұнады маған эфир, молодец. Былай істеген бағанадай. Міндетті түрде жаңа скрин жасап алып, Сабыржанның завтрагы мен кітабын, және біздің жаңа КБТ-ның любой пакетмен 30% жеңілдік алуға көріңіздер, жасап, жаңағыдай ойларыңызды, пікірлеріңізді жазып отметтетіп, міндетті түрде оқып шығатын боламыз. Иә. Вот. А так эфир жақсы, қолдаймын, ары қарай жалғастыр міндетті түрде. Әдемі өзіме ұнады, маған ашылып, біраз ашылып әңгіме айттық деп ойлаймын. Бір сағаттай уақыт өткіздік қой. Анау сторисқа саламыз ба дейді. Дәл осы бүгінгі, дәл осы жерде қазір отырғандар 16 адам отыр екен қазір ше. Сол 16 адамның ішінде өзі білімге құштар адамдар болатын болса, дәл осыны скрин жасап алып, сторисқа салыңыздар. Осы эфирдегі болған кішігірім өздеріңіздің ойларыңызда жазып кетсеңіздер де болады. И менімен Саятты белгіленіз. Мен өзім бір адамды анықтаймын, оны завтракқа шақырамын. Саят 2 адамға КБТ-дан 30% жеңілдік береді. Иә, міндетті түрде. Так, басқа? Басқа жалпы сол, ойлаймын, тілеймін, осы көріп отырған адамдар жаңағыдай ақымақ адамдар емес деп ойлаймын, молодец. Жалпы кіріп, көріп, пайдалы ақпараттардан тыңдап, әйтпесе бұл сол бір уақытты Инстаграм қарабақ өткізуге болатын еді, немесе жаңағы фильм қарабақ дегендей. Бірақ енді осы жерде отырғанның өзі бір оның бір Алланың алдында бір дұғасы деп ойлаймын. Андай ғой, әрекетпен де дұға етесің ғой. Сондықтан жаңа оқып жатқан кітабыңда, көріп жатқан жаңағыдай образовательный жаңағыдай нелерің, видеоларың, осындай пайдалы ақпарат беретін прямой эфирлер, бұның бәрі жаңағыдай үлкен жетістікке жетуге дұғаң деп есептеймін да мен. Сондықтан молодец, отқандар. Красавчик. Сәл, сен қазір камераға тақалып тұрсың, мен скрин жасап алайын. Сіздер эфирде отырғандар оттар жіберсін, қазір сторисқа салам. Мен де Саятты белгілеп қоямын. Мендегі сенде жоқ адамдар болатын болса, тіркеліп, посттарымды оқып шықса болады. Сен сторисіңдеріңді қараса да болады. Кішкене сәл алыс отыр. Оттар жіберіп қойып, бір әдемі. Сол оттармен. Аямаңыздар оттарыңызды. Оттармен скрин жасап алайық та. Эфир жалпы қалай өтті? Жаңағыдай күшті болса күшті, жаңағыдай мықты болса мықты деп жазып жерсін да. Реально эфир қалай өткен жайында, жаңағы эфирді соңына дейін көргендер болса, эфирді соңына дейін көрмесе де, жартысынан көп уақыт эфирді көрген адамдар болса, давай жазайықшы нәрге, реально. Қалай өтті? Ұнады ма, ұнамады ма? Жазсыншы. Саят, өзіңізді футболмен жалпы, өзіңізді футболмен дальше больше елестете аласыз ба дейді. Ол футболды қойғансың. Футбол ойнамайтын шығарсың. Ойнайсың ба? Енді любительский ойнаймыз енді, балдармен, командамен, сондай-сондай ойнап тұрамыз, ал бірақ профессионально точно ойнамаймын ғой енді. Болашақта Қазақстан құрамасында артында Саятұлы деген бала жүре ма? Құдай қаласа. Баланы футболға бересің ғой? Иә, міндетті. Жақсы, жақсы. Ұнады, рахмет, эфир керемет өтті. Болды, осы жерде скрин істесей. Әдемі. Қай жерде скрин істеу керек екенін білем ба? Иә, күшті. Жақсы. Все, рахмет. Жолыққанша.